Ассалаумағалейкум құрметті оқушылар, сіздермен бірге ОБТ эксперті Шүкір Әлімхан. Сіздермен бірге контекст талдауды жалғастырамыз. Бүгін кезекті контекстіміз кеселер. Жақсы, мұнда мәтінмен танысып алайық. Бізге айтады, мектеп асханасында суретте көрсетілгендей бірнеше асқа арналған 635 кесе бар. Сабақ болатын күндері үлкен үзілісте әр сыныптан бір кезекші тағайындалып, дастарханда ас ішуге даярлайды. Бастауыш сыныптан кезекші 2 кеседен, орта буыннан кезекші 5 кеседен, ал жоғары сыныптан кезекші 7 кеседен тасиды. Тіліміз жаңылып кетті, жаңылтпаш оққандай болып. Жақсы. Ары қарай жалғастырайық. Бірінші сұрағымен танысайық. Бір кесенің биіктігін табыңыз дейді. Біз мына жағдайды қарайық. Бізде мұнда қанша кесе тұр? 1, 2, 3, 4, 5 кесе тұр. 5 кесенің жалпы биіктігі 20 екен. Ал мұнда 1, 2 кесе бар. Бұлардың биіктігі 11 екен. Біз былай жасайық. Мына бүтінде бір кесенің биіктігін Y деп алайық. Одан кейін әр қайсының жиегі көрініп тұр ғой, солардың әр қайсысын X деп алсақ, мұнда 4 рет жиек көрініп тұр. Дәл солай мынаны Y деп алсақ, мынаның жиегін X деп алсақ. Бірінші жағдайда бізде бір Y ары қарай 4 рет X бар, яғни Y қосу 4X-тің қосындысы бізде 20-ға тең. Ал екінші жағдайда Y қосу X-тің қосындысы 11-ге тең. Енді мұнда жүйеге алып екеуін азайтып жіберсек, Y минус Y 0-ге тең, 4X-тан X-ті азайтсақ 3X, 20-дан 11-ді азайтсақ 9 болады. Яғни бізде X тең 3 шығады. Демек бізде бір кесенің көрініп тұрған жиегінің бөлігі 3-ке тең екен, яғни бірінің ішіне бірін салған кезде. Ал кесенің өзінің биіктігін табу үшін екінші теңдеуімізге қойып жіберейік. Y плюс 3 тең 11 десек, 11-ден 3-ті азайтсақ 8 болады. Яғни бір кесенің биіктігі 8 екен. Тексеріп көрейік. Мұнда 4 кесеміз 3 сантиметрден 12 плюс 8 20-ны береді. Мұнда 3 плюс 8 11-ді береді. Демек дұрыс. Демек бізде бір кесенің таза биіктігі 8 сантиметр екен. Асықпай пауза қойып қарап алыңыздар. Қажет жерлерін жазып алыңыздар. Түсінікті болса, ары қарай жылжысаңыздар болады. Екінші есеп. Суреттегідей жинақталған 3 кесенің биіктігін табыңыз дейді. Жақсы, біз былай жасайық. Мына суреттен мына бөлікті өшіріп тастайық та 3 кесені қалдырайық. Бірінші кесенің толық биіктігі 8-ге тең, мына біреуінің жиегі 3-ге тең, келесінің жиегі 3-ге тең. Демек 8 қосу 3 нешеге тең болады бізде? 14 сантиметр бола ма? Жақсы. Демек есептің жауабы 14 сантиметр болды екен. Бұл жеңіл сұрақ бізде. Есеп түсінікті болса, ары қарай жылжайық. Кезекті сұрағымыз. Биіктігі 1 метр сөреге ең көп дегенде неше кесе сыйдыруға болады? Жақсы, бізде 1 метр, ол 100 сантиметр. Демек, біз былай жасайық. Бізде бүтіндей бір кесе болады, 8. Яғни 100 сантиметрден бір кесенің биіктігі 8 еді ғой, 8 сантиметрді алып тастасақ, 92 сантиметр қалады. Енді ары қарай 92 сантиметр ол бірінің үстіне бірін салынғаннан кейін тек жиектері көрініп тұрады. Әр қайсысы 3 сантиметрден. Енді біз 92-ке 3-ті бөлейік, 92-ні 3-ке бөлейік. Яғни 30 бүтін 3-тен 2 деген сан қалады. Немесе ОБТ-та калькулятордың көмегімен бөлсеңіздер, мынандай көрініс шығады. 30 үтір ары қарай 3 кешірім сұраймын, 6 саны шексіз жалғаса береді. Бізде осындай жағдайда көпшілік мынаны былай істейді, артығымен жуықтап, яғни 36 саны негізі жуықтау қажет болса, шынымен де 31 болады. Сөйтіп алғашқыдағы бір кесемізді қосып 32 деп белгілеп қояды. Ол бізде дұрыс емес. Біз мысалы қазір 30,6 кесе сиятын болса, яғни 31-ші кесе толықтай сыймаса, оны мыжып бірінің ішіне сындырып салып жіберіп сыйдырмаймыз ғой. Яғни біз бұл жерге бүтіндей 30 кесені саламыз. Және мынау бастапқыда астында тұрған бір кесеміз бар ғой, плюс 1. Сонымен жалпы 31 кесе салады екенбіз. Яғни 1 метрге жалпы 31 кесе сияды екен. Есеп түсінікті болды деген ойдамын. Асықпай қарап алыңыздар. Түсінікті болса, ары қарай жылжысаңыздар болады. Келесі сұрақ. Бастауыш сынып кезекшісі кеселерді 109 рет, жоғары сынып кезекшісі 31 рет тасыды. Егер олар барлық кеселерді тасып бітіру керек болса, орта буын кезекшісі кеселерді неше рет тасу керек? Жақсы. Біз бастапқы мәтінге 1 рет барайық та, осы жерде мәтінді еске түсіріп алайық. Қараңдар. Бізге айтылған бастауыш сынып кезекшісі 2 кеседен, орта 5-тен, жоғары 7-тен, яғни 2, 5, 7 деп жаттап алайық. Дәл осылай жаңа сұрағымызға барайық. Енді бізде 2-ден мұнда жазып қойық, 5-тен, 7-тен, әрине мынау кіші, мынау орта және жоғары. Жақсы. Бастауыш сынып кезекшілері 109 рет тасыса, демек олар бастауыш кішкентайлар ғой. 109-ы 2 кеседен 109 рет алып барған кезде 2 кеседен 218 кесе алып барады. Ал жоғары сынып кезекшілері 31 рет
7 кеседен таситын болса 217 болады. Екеуін бір-біріне қосатын болсақ, так, мұнда 5 бір ойда, 2, 3, 5, то есть 4. 435 болды, дұрыс қостым деп ойлаймын. Енді бізде жалпы кеселердің саны қанша еді? Мәссаған, оны қарамаппыз ғой біз. Мәтінде жалпы кеселердің саны 635 делінген, 635 делінген. Демек біз 635-тен 435-ті алып тастаймыз. Себебі бұл 435 кесені бастауышпен жоғары сынып оқушылар тасып қойды. Сонда орта буынға қалғаны орта сынып оқушыларына 200. Енді 200-ді 5-ке бөлсек, өйткені олар бір алып барғанда жаңа 5 реттен алып барады, 5 кеседен алып барады еді ғой, яғни 40 рет тасиды екен. Неше рет тасу керек деген? Дұрыс жауабы 40 болады екен. Есептің жауабы 40. Есеп түсінікті болды деген ойдамын. Пауза қойып баспай қарап алыңыздар, қажет жерлерді міндетті жазып алыңыздар. Өйткені адам жазған кезде ғана есінде сақталады, Келесі. Асханадағы барлық кесені ендері өзара тең, ал биіктері суретте көрсетілгендей сөрелерге орналастыру қажет болса, кемінде неше кесе сыймай қалатын табыңыз дейді. Жақсы. Енді біз былай жасайық бұл жерде. Бізде жаңа биіктеріміз қанша мұнда? Так, 22, 28 және 50, Барлығында 2 қатар, яғни тігінен қойғанда 2 баған кесе сияды екен әрбір біздің ұяшығымызға, мұндағы сөремізге. Енді біз былай жасайық, мұнда біреуіне қанша сиятын жақсылап тауып алайық. Так, мына бетке жазып қоятын боламыз. Бізде 50 сантиметрге одан 8-ді алып тастаймыз, өйткені бір кесенің биіктігі 8 еді ғой. Ары қарай 42 қалады, дұрыс па? 42 қалса, 42-ні енді 3-ке бөлеміз. 3-ке бөлінгенде неше шығады? 14 бола ма? Яғни 14 мұндағы бір кесемен 15 кесе сияды екен. Бір бағанға. Демек, 2 бағанға мынаған 15, мынаған 15 болса, жалпы 30 сияды. Демек, мұнда жалпы 30 кетеді. Дәл осылай 30, 30, 30-дан әрбір үлкен сөрелерге 30-дан қойылады екен. Енді екінші сөреміз 28 болса, мұнда 28-ден бірінші тұрған кесеміз 8 сантиметр болады. Алып тастасақ, ары қарай 20 сантиметр қалады. 20 сантиметрге 300 сантиметрден бізде 6 ғана сияды. Ары қарай қалдық қалып қойды, 2 қалдық қалып қойды. Ол бізге қызық емес, бізге бүтін бөлігі ғана керек, 6. Демек, бұл жерде 6 плюс 1-іміз, яғни 7 кесе сияды екен бір бағанға. Демек, мұнда 7-7-тен екеуіне 14 кесе сияды жалпы, 14 қоршап қоямыз. Барлығына 14-тен. Жақсы. Енді бірінші сөреміз біздің 22 сантиметр меді. Оған бірінші тұрған кесеміз 8 сантиметр қойылса, ары қарай 14 сантиметр қалады. 14-ті 3-ке бөлген кезімізде 4 кесе бүтіндей сияды екен, екеуі қалдық болып қалып қояды екен. Демек 4 плюс 1 5. Яғни 5-5-тен жалпы 10 кесе кетеді екен. 10, 10, 10, 10-нан әрқайсында. Жақсы. Енді біз былай жасайық. Мынаның барлығын қосқан кезде, мысалы, біреуін қосып алсақ, жалпы 10-ға 30-ды қоссақ 40, оған 14-ті қоссақ 54 бола ма? 54-тен 5 бағанда бізде 250, 20, 270 кесе сияды екен. Бізде жалпы бұдан алдыңғы есепте 635 кесе бар деді, мәтін бойынша. Енді 635-тен 270-ті азайтсақ қанша шығады екен? Так, 330, 365 бола ма? Дұрыс азайттым деген ойдамын. Қосып азайтуға сәл шорқақталуым деп қойайық. Бір тексеріп көресіздер өздерінің жауабын. Мен ойымша дұрыс, 365. Ұбытта калькулятор бар, бұндай қосып азайту, көбейту бөлу сіздерге ешқандай да қиындық туғызбайды. Жақсы. 5 сұрақтарға қарап болдық. Сіздермен бірге болған ОБТ эксперті Шүкір Әлімхан. YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер, лайк басып, комментарий жазып, міндетті түрде қолдап қойыңыздар. Математикадан және матсауаттылықтан пайдалы мәліметтермен бөлісетін боламыз сіздермен.